Үздік экологиялық бақыт жобасы. Сыктар Естемесов атындағы орта мектеп 9 сынып оқушылары. Мен Доңғырбай Жанерке жоба жетекшісі, ғылыми бақытты зерттеуші және зерттеуші. Мен Әбділда Жанерке макет пен экодизайн авторы. Біздің заманымыздың қазіргі өзекті мәселелерінің бірі, яғни бұл экологияның ластануы, және де осы экология ластанғаннан кейін біздің жер шарымызға өте көптеген қауіптер төніп тұр. Мысалы, осы экология ластануына көліктер мен зауыттардың түтін шығару және тағы да басқа заттар жатады. Біздің жобамыздағы тыңдалған экологиялық мәселені талдауы. Яғни қазір мына суретте көрсетілгендей, біз сіздерге осы берілген қоршаған ортаны 4 бөлікке бөліп көрсеттік. Яғни бұл жерде қазіргі бізде қоғамда өте өзекті мәселелердің бірі. Мына жерде ауаның ластануы, қалдықтардың жиналуы, ағаштардың кесілуі және судың ластануы. Яғни біз зерттеу үшін ең көп кездесетін және салдары ауыр мәселелердің бірі ол қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару мәселесін таңдадық. Яғни қазір бізде Қазақстанда былай айтатын болсақ, жыл сайын миллиондаған қоқыстар полигондарға төгіліп жатады, қоршаған ортаға орны толмас зиян келтіруде. Және неліктен бұл қалдықтардың мәселесі өзекті? Себебі ол бізде бірінші себептерге бөліп қарастырдық. Оның бірінші себебі бізде жер ресурстарын тұтыну, яғни полигондарда ауыл шаруашылық жерлерін және табиғи экожүйелерді жоюда. Ал екіншісі бізде топырақ пен судың ластануы. Топырақ пен судың ластануы қалдықтардан бөлінетін улы газдар жер асты суларына сіңіп топырақтарды ластайды. Ал үшіншісі бізде ауаның ластануы, яғни қалдықтардың ыдырауынан метан сияқты парник газдар бөлініп климаттың өзгеруіне өзінің септігін тигізеді. Ал ең соңғы төртіншісі ол аурулардың таралуы. Яғни қазірде қалдық үйінділер, қазір бізде Қазақстанда ең көп қоқыс үйіліп жатады. Сол үйілген қалдықтардың кесірінен осы ауру тартатын жәндіктердің көбеюіне алып келеді. Сол себепті біздің Қазақстан халқының санитарлық жағдайын нашарлатады. Мәселені шешу жолдары ғылыми негіздеме. Яғни біз осы мәселелерді 4 салаға бөлген болатынбыз. Біздің ең алғашқы саламыз, яғни қалдықтарды сұрыптау болып келеді. Біз осы қалдықтарды сұрыптау арқылы көптеген заттарды қайтадан өндіріске енгізе аламыз. Және екінші саламыз қайта өңдеу технологияларды дамыту. Яғни бұларға пластмасса, қағаз, тағы да басқа көптеген заттарды өңдеу арқылы көптеген заттар ала аламыз. Және де үшінші біздің саламыз энергияны өндіру үшін қалдықтарды пайдалану. Яғни осы энергия үшін қалдықтарды бөлдірсек, қазіргі Қазақстанда полигондар саны өте көп, және де осы полигондар арқылы энергия алуға болады. Және де төртінші саламыз эко білім беру және қоғамдық хабарландырма. Яғни біз осы экологияны басқа оқушыларға түсіндіру арқылы көптеген экологиялық мәселелерді шешуге тырысамыз. Біздің жобамыздың ұсынатын шешімдері және жобамыздың сипаттамасы. Қазіргі бізде біздің таза қала таза болашақ атты жобамызда тұрмыстық қалдықтарды тиімді басқаруға және оны қайта көздеуге бағытталған шешімдерді ұсынады. Яғни жоба негізінде біз сіздерге 3R қағидасын көрсеткіміз келді. Яғни мына фотосуретке мән берсеңіздер, осы фотосуретте 3R қағидасы, яғни азайту, қайта пайдалану және қайта өңдеу деген 3R қағидасы жатыр. Және біздің жобамыздың негізгі бағыттары, ол бірінші бағыты қалдықтарды бөлек жинау жүйесі, яғни қала ішіндегі пластмасса, шыны, қағаз және органикалық қалдықтар үшін арнайы контейнерлер орнату. Ал екіншісі қайта өңдеу орталықтарын құру, яғни жиналған қалдықтарды өңдеп, оларды қайтадан жаңа өнімдер шығару. Ал үшіншісі эко білім беру бағдарламасы, яғни мектептерде, университеттерде және қоғамдық орындарда қалдықтарды сұрыптап, маңызы туралы семинарлар, тренингтер өткізу. Көрнекті материалдар. Біз көрнекті материалдарды үшке бөлген болатынбыз: инфографика, макет және дизайн. Және де осы біз үш суреттегі дизайнды үшті формат арқылы жасаған болатынбыз. Біріншісі инфографика арқылы біз яғни қалдықтарды қайта өңдеп, жаңадан заттар сұрыптап шығара аламыз. Ал экодизайн, яғни сұрыптау контейнерлері. Мысалы, қазір қалада қоқыстар өте көп және оларды әрқайсысын сұрыптап салу үшін өте қажетті зат болып келеді. Қайта өңдеу зауыттың макеті, шағын қайта зауыт өңдеу макеттері, яғни көптеген түрлер кездеседі. Біздің жобаның шешімінің тиімділігі мен ықтимал нәтижелері біздің жобаның іске асырылуында көптеген оң нәтижелерге алып келді. Яғни оны бірінші айтатын болсам экологиялық. Яғни экологиялық жағынан қалдықтар көлемін азайту, топырақ пен судың ластануын болдырмау, ауаның тазалығын жақсарту. Ал экономикалық қайта өңдеу арқылы біз жаңа өнімдерді өндіру, жаңа жұмыс орындарын ашу, энергетикалық шығындарды болдырмау. Ал әлеуметтік
ол халықтың экологиялық сауатын арттыру, қоғамның қоршаған ортаға деген махаббатын, сүйіспеншілігін арттыру және таза мен денсаулыққа қолайлы орта құру. Бізде осындай ұзақ мерзімді бұл жоба Қазақстанның тұрақты дамуына және қауіпсіздігіне үлкен үлес қосады. Қорытынды, яғни бізде жобаның қоғамға беретін пайдасы және де біз осыны 4 салаға бөлген болатынбыз. Бізде бірінші сала таза қоршаған орта, яғни біз осы таза қоршаған орта арқылы көптеген ресурстарды үнемдей аламыз. Және де екіншісі ресурстарды үнемдеу, яғни табиғаттағы қайта кездеспейтін көптеген өнімдерді үнемдей аламыз. Және де үшіншісі экологиялық мәдениет, яғни бұл халықты экологиялық мәдениетке шақыру болып келеді. Төртіншісі тұрақты болашақ, яғни болашақта келешек ұрпақ үшін таза және қауіпсіз экологиялық ортаны қалыптастырамыз. Бейне презентация, яғни жобаны бізде визуалды түрде көрсету. Яғни бізде жобаның маңызы мен ерекшеліктерін толыққанды жеткізу үшін бейне презентация жасауды ұсынамыз. Бұл қалдықтарды сұрыптау процесін, қайта өңдеу кезеңдерін және экодизайн элементтерін интерактивті түрде көрсетуге алып келеді. Және бізде интерактивті көрсету ол қалдықтарды сұрыптаудың әр қадамын және оның нәтижесін визуалды түрде көрсетеді. Ал әртүрлі әсерлі деректер болса, жобаның тиімділігін статистикалық деректермен және инфографикамен толықтыру болып келеді. Ал ең соңғысы бізде қоғамдық үндеу, яғни олар көрермендерді экологиялық акцияларға қатысуға шақыру. Ал бейне презентация жобаға қоғамдық назар аударуға және оның қорғаушылары болуға шақырады. Назарларыңызға рахмет.